Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттерді көретін боласыздар. Бүгін бір жасағаннан керемет болып шығатын дәл дүкендегіндей коржықтар жасаймыз. Сіздер де дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға шекерімізді салып, оның үстінен ыстық сүтімізді құйып араластырып аламыз. Екінші ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды салып, және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстінен жаңағы араластырып алған сүтімізбен шекерімізді қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейін 1,5 кішкентай қасық қопсытқышымызды салып араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнды алдын ала елеуіштен өткізіп алыңыздар. Міндетті түрде елеуіштен өткізіңіздер. Елеуіштен өткізген ұнымыз өте әдемі болып шығады. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, ең алдымен қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырдың құрамында сары май болғандықтан жұмсақ қамыр пайда болады. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды пакетімізге орап, қамыр қатты жұмсақ болғандықтан 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Себебі жұмсақ қамырмен жұмыс істеу қиындыққа түседі. Сол себепті мінекей 1 сағатқа қойып алдым. Қамырымыз кішкене қатайды. Енді оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ең алдымен азырақ ұн сеуіп, қолымыздың көмегімен кішкене үлкейтіп аламыз. Содан кейін барып, оқтаумен жайып шығамыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Орташа қалыңдықта жайыңыздар. Барлық қажетті заттарды төменге описанияға жазып өтемін. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Осындай дөңгелек ыдыс, кез келген бір дөңгелек ыдысты алып, осылай форма жасап шығарып аламыз. Енді пергамент төселген ыдысымызға кесіп алған дөңгелекшелерімізді жайғастырамыз. Осы уақытта пешімізді 180-200 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын жайғастырып алдық. Енді шететі қалған қамырларды қайтадан біржола етіп жинап, қайтадан жайып, тағы да дөңгелек көлемдерге келтіріп аламыз. Ұнды көп қолданып қажет емес, аздап қана қолдансаңыз да жеткілікті. Қамырымыз қатты жұқа болып кетпеу керек. Жұқа болса, қатты болып қалады. Орташа қалыңдықта жайыңыздар. Мінекей, бұл қамырымызды да осылай дөңгелектеп аламыз. Пергамент төселген табамызға барлығын бірдей етіп жайғастырып аламыз. Мінекей жайғастырып алдық. Енді үстінен бір ыдысымызға жұмыртқаның сарысын жағып, щеткамыздың көмегімен барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Міне барлық жеріне жағып алдық. Енді шанышқының көмегімен сәндік үшін осылай істеп шығамыз. Егер де сіздер олай қаламасаңыздар, сол қалпы пешімізге салсаңыздар болады. Мінекей коржықтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Арасын бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ болды. Балдарым бір қойғаннан жеп қойды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолдауларыңызға рахмет. Ас болсын.